Саламатсыздар ма? Гендерлік лингвистика пәні бойынша кезекті дәріс сабақтарын жалғастыратын боламыз. Бүгінгі өткізетін дәрісіміз екінші модуль бойынша гендерлік лингвистиканың когнитивтік сипаты деп аталады. Бұл дәріс тақырыбы 4 мәселеге жинақталған. Бірінші мәселе гендерлік категориялау, екінші мәселе гендерлік категориялаудағы когнитивтік үлгілер, үшінші мәселе гендерлік категориялаудың метафоралық табиғаты, төртінші мәселе радиалды және кластерлік үлгілер. Ең алдымен гендерлік категориялау дегеніміз не? Осы мәселені талқылап алғанды жөн көрдік. Қоршаған шындық өмірде саналы түрде тану, адам тәжірибесін категориялау тілмен байланысты. Адамның когнитивтік қызметі барысында мазмұндық ақпарат пен тілдік формаларда көрініс тауып сөйлеу, бұл сөйлеу арқылы білдіріледі. Күнделікті өмірде адам өзінің әрекеттері мен талап тілектерін, наным сенімдерін, пікірлерін табиғи түрде қабылдап, гендерлік сипатына мән бере бермейді. Сондықтан гендерлік дәстүрлер, білімдер, түсініктер адамға бала кезінен бастап айнала қоршаған орта арқылы сіңіп қалыптасады. Қоршаған ортаны қабылдау, оны таныту, түсіндіру, гендерлік талдаулардың біртұтас жүйесі немесе жаңағы біз талдаймыз деп отырған гендерлік категориялау тұрғысынан қарастыруды қажет етеді. Сонымен гендерлік категориялау сөздер мен олардың эквиваленттік бірліктерін, оның астарында күрделі экстралингвистикалық білімді танытатын жүйе ретінде анықталады. Гендерлік категориялау ментальды лексиконға сүйене отырып қарастырылады. Ал бейнелі ой, яғни ментальды лексикон дегеніміз адамның қоғаммен өзара әрекеті барысында жинақталған білімнің жадта өңделген түрі. Гендерлік білімнің гендерлік таптаурындар түрінде бейнеленген көрінісі. Гендер туралы қазіргі түсініктің теориялық негізі оның әлеуметтік құрылым ретінде баяндалуы, яғни белгілі бір мәдениетте әйелдік еркектік категорияларын сипаттайтын таптаурындар жиынтығы бұл категориялаудың жаңа теориясы болып аталады. Бұл теория бойынша адамның рөлі мен тәжірибелеріне ерекше көңіл аударылады. Сонымен бірге категориялаудың тек оның мүшелеріне ғана емес, жалпы белгілер негізінде ғана қатыспайтындығын нақты дәйектейді. Жаңа теорияға сәйкес категория заттардың табиғатынан емес, немесе жоғарыдан берілетін емес, адамзатты, әлемді тануы, түсіну әрекеті барысында және сол әлемде өзін тануы нәтижесінде қалыптасады. Осы гендерлік категориялауға байланысты Wittgenstein мен Рош сынды ғалымдардың пікірлерін келтіре кеткенді жөн көрдік. Wittgenstein болса осы категориялаудың жаңа теориясының негізін салушы ғалымдардың бірі. Ол көбінесе осы категориялауды талқылауда жанұялы ұқсастық ұстанымын ұсынған болатын. Ал Рош жасаған тәжірибеде категориялар құрамына енетін мүшелердің біреуінің ерекше белгісі бүтін категорияға негіз болатындығын дәлелдейді. Ол категориялардың жаңа теориясын түп тұлғалар теориясы деп көрсетеді. Түп тұлға, яғни бұл жерде прототип категорияның ерекше танылған мүшелерінің бірі ретінде қарастырылады. Сонымен гендерлік категориялаудың когнитивтік үлгілері негізінде талдайтын болсақ, бұл жерде сөйлемдік үлгіні көрсетеміз, яғни бұл элементтер мен олардың бір-бірімен арақатынасын ерекшеліктерін анықтайды. Екінші, бейнелердің сұлбалық үлгісін көрсетеміз, сұлбалық схемалық бейнелерді айқындайды. Келесі, метафоралық үлгілерді өздеріңізге белгілі, бұл сөйлем мен бейнелік сұлбалық үлгілердің ішінде белгілі ортаға тән құрылымның басқа ортадағы құрылымға сәйкес жобалануын танытады. Және метонимиялық үлгілер. Бұл да жоғарыда айтылған үлгілердің ішіндегі біреуінің немесе бірнешеуінің бір элементі екінші элементтің қызметін атқаратындығын анықтайды. Енді осылардың әрқайсысына қысқаша тоқталып өтетін болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай ғалым Джон Лакап сөйлемді құрылымды идеалданған когнитивтік білгілердің бірі ретінде таныған болатын. Сондықтан когнитивтік тіл білімінде сөйлем бұл пропозиция, бейнелі ой үлгілерінен өзгеше тұжырымдалады. Пропозиция термин латын сөзінен шыққан, логикада бұл пайымдау, тіл білімінде сөйлем ұғымын білдіреді. Ал гендерлік сөйлемде ер және әйел, еркектік және әйелдік концептілері дәлелдеме
ретінде көрініс табады. Мұндағы предикат белгілі бір жынысқа тән белгі, әрекет, қасиет, мысалға әйелдік, әйелге тән қасиеттер, бұл нәзіктік, сұлулық деген мысалдар ретінде түсіндіруге болады. Гендерлік концептуалдауда сөйлемдік үлгілердің мынандай түрлерін назарға алуға болады. Бұл мәдени тілдік пайымдаулар және коммуникативті мазмұнның жасырын компоненттері. Өздеріңіз слайдтан көріп отырғандай, осы екі сөйлем құрылымының түрлері мәтінде қалай көрінетіндігі, қандай үлгілермен берілетіндігі ұсынылған. Сөйлем сұлбасы дейтін болса, онда бұл нақты әрекеттер мен болжамдарды бейнелі түсіндірумен, бір құбылыс шеңберіндегі жеке ұғымды жалпы ұғымдық деңгейде сәйкестендіретін когнитивті құрылымдар ретінде талынады. Жалпы гендер туралы түсінікті құрастыратын сөйлем сұлбасының үлгісі ретінде көп жағдайда ер адам субъект, әйел адам объект қарама-қарсылығы және соған сәйкес туындаған түрлі ұқсатулардың тілдегі бейнесі көрсетіледі. Енді осындай сөйлем сұлбаның негізгі белгісі ретінде гендерлік лингвистикада гендерлік таптаурындарды көрсете аламыз. Таптаурындар дегеніміздің өзі жалпы тіл білімінде бұл стереотип деген терминнің баламасы ретінде ұсынылып отыр. Яғни таптаурындар қоршаған орта мен әлем жайындағы бейнелі түсініктердің қысқа әрі нұсқа сипаттамасы, тілдік категориялаудың құрамдас бір бөлігі. Осыдан келіп гендерлік таптаурындар анықтамасын шығарамыз. Гендерлік таптаурындар дегеніміз не? Бұлар бір-бірінен және өзара көршілес гендерліктілермен тығыз байланыса отырып, әлеуметке тән мәдени түсініктер тізбегін құрайды. Келесі осы гендерлік категориялаудағы тағы да бір талдайтын үлгі бұл метонимиялық үлгі. Метонимиялық үлгі ретінде түптұлға белгісі ретінде таптаурындардан басқа Джон Лаков типтік үлгілерді, идеалдарды, эталондарды қарастыруды ұсынады. Гендерлік білімді құрылымдаудың өзі қарама-қарсылардың қарсылығына негізделетіндіктен типтік емес әйел бейнесі типтік еркек, немесе типтік емес еркек типтік әйел ретінде танылады. Сондықтан гендерлік түсініктер абстракты идеалдар арқылы да көрініс табатындығын атап өтеді Джон Лаков. Идеалдарға сүйену арқылы сапалық белгілер, болашақ жоспарлар туралы пікір қалыптасады. Гендерлік категориялаудың концептуалдануын эталондар негізінде де жүзеге асатындығын атап өткіміз келеді. Яғни категориялардың жеке бір мүшелерінің идеал немесе оған қарама-қарсы бейне ретінде ерекшеленетіні, түптұлға эталондар рөлінде мифтік, әдеби, яғни тарихи кейіпкерлермен қатар шынайы тұлғалар да бейнеленетіндігін көрсетеміз. Мына жерде төменде мысал ретінде Дон Жуан бейнесі, Алдаркөсе бейнесі, Мырқымбай бейнесі осы гендерлік категориялаудағы когнитивті үлгілердің эталондық белгісі ретінде көрсетілген. Енді осы когнитивтік үлгілердің ішіндегі жалпы гендерлік лингвистикада кең қолданылатын когнитивтік белгі бұл гендерлік метафора. Гендерлік метафора мәдени, әлеуметтік және саяси реалиялардың концептуалдануын бейнелейді. Мысалға, қазақ мәдениетінде ана, жер ана тәрізді гендерлікті мысалға келтіруге болады. Гендерлік категориялаудың метафоралық табиғатына жансыз заттар мен құбылыстардың санада еркектік, әйелдік белгілермен ассоциациялануы арқылы айқын көрінеді. Және еркектік, әйелдік ұғымдары метафоралық ұғымдар ретінде ауыс мағынаны білдіре отырып, екі түрлі категорияны ассоциациялайды. Яғни семантикалық тұрғыдан екі жақты болып саналады. Метафораланудың өзін адамның мәдени тәжірибесі мен сезіну әрекетіне қарай дене метафорасы деп бөліп алып көрсетеміз. Оның ішінде оны теңестіру метафорасы және бейнелі метафорасы деп екі түрге де бөліп көрсетіп талдауымызға болады. Келесі осы гендерлік категориялаумен байланысты үлгілердің бірі бұл радиалды және кластерлі үлгілер. Радиалды және кластерлік үлгілер біздің соңғы мәселеде талқылайтын үлгілер. Бұлар көп жағдайда түптілға немесе орталық
мүшеден тарайтын метафоралық, метонимиялық ауыстырулардың концептілік тізбегі ретінде беріледі. Еркектік пен әйелдіктің таза үлгісі жоқ, ол тек сөйлемді құрылымдар арқылы берілетін белгілі бір мәдениетке тән гендерлік дәстүрлер мен мінез құлық түрлерінің кешендік үлгісі. Ал кластерлік категорияға келетін болсақ, бұл ер мен әйел туралы әртүрлі түсініктерді түрлі жағдайда, түрлі адамдарға қатысты феноменологиялық айырмашылықтарды түсіндіруге мүмкіндік беретін когнитивтік үлгілер шоғыры. Ер мен әйелдіктің көп қырлылығы мен құбылмалылығын түсіндіру категориялаудың кластерлік үлгісі арқылы ғана мүмкін болатындығын атап өткіміз келеді. Міне осы алғашқылардың бірі болып, ғалым Джон Лаков осы гендерлік мәнді ана категориясын мысалға ала отырып, когнитивтік үлгілер кешенін төмендегідей құрылымдаған болатын. Яғни туу үлгісі, генетикалық үлгі ретінде, тәрбие беру үлгісі ретінде, ерлі-зайыптық үлгісі ретінде, генеалогиялық үлгісі ретінде ана категориясын мысалға алып, оның осы когнитивтік үлгілер кешені ретінде қарастырып, мысалға дәлелдеп көрсеткен болатын еді.